Так, сізге жақ ауыстыру керек деді. Ой, жақ па? Брекет. Иә, все. Біз просто қазір қыздар көп бізде жақ ауыстыру керек андай. Болады ғой, сондай қазір бізде услугалар бар. Жақ ауыстыру керек. Көбінесе оны кім ауыстырады? Андай көп сөйлейтін, өсек айтатын, жаңағы болмаса боқтайтын қыздар көп болып кетті бізде. Соны жақтарын ауыстыруға кетті бізге ше. Күйеулері алып келеді көбінесе, иә, күйеулері, ағалары алып келеді, жақтарын ауыстырып береді ше. Сол. Так, сізге получается брекет. Иә, брекет, қараңыз. Бізге бірінші услугамызды түсіндіріп кетейін. Мынау бізде получается бұл не? Бұл жоқ, тіс емес, бұл пластмасс, иә? Адамның жағы емес бұл. Иә, адам жағын алып қоятын болса өліп қалады ғой. Қараңыз, бұл кәдімгі обычный не? Мынау менің ана жолдасым бар да, соның жағына ұқсайды. Примерно ше, осындай түстер түп түсуді, бірақ қандай ғой? Ол өзі темекі шегеді, арақ шегеді. Примерно ше, не үшін мысалға тісін андай болып тұр дейсің мысалға? Не үшін мысалға? Темекі шеккен кезде не істейді адам? Не істейді? Тістері не істейді? Көрдіңіз ба? Сарғайғаннан кейін артынша арақ ішсе не істейді? Тазаланады. Иә, тістер таза, тап-таза болады. Получается, арақ ішу жаман ба? Жақсы болып тұрады. Кей кезде жақсы ма? Жаман, иә, негізі? Негізі жаман, ішуге болмайды. Бірақ тіс шаюға болады. Қараңыздар. Көзім ауырып кетті адам. Так, шешіп тастай салайын. Так, получается, тағы да айтылып тұрсам, бұл не? Бұл тіс. Жақ? Жоқ, қараңыз, қандай күлгенде бұл пластмасса. Иә, бұл жақ емес, бұл пластмасса. Иә, енді брекет салғаннан кейін қиыншылықтар көп болады, оған төзе білу керек, иә. Өмір жалпы қиыншылықтан тұрады, негізі, иә. Біліп жүріңіз. Петекті очки киіп алыңыз. Осыны киіп алыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Не істеуім керек? Көз жатасы, көзіңізді жұмып жатасы. 1, 2, 3. Сіз мені танып отырсыз ғой негізі. Да, бір қыз айтқан пранкер деп. Пранкерімді айтып қойдың ба?